Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Сендер әндетіп жүргенде, ана Жан Теміріміз жатақанада не істейді екен, бауырсақсыз, сорпасыз. 2 апта болды ғой, міне, бауыр басып қаппыз. Бәріміз сағынатын сияқтымыз ғой. Уайымдамаңыздар. Құдай қаласа, демалыс күндері кеп тұрады ғой. Туыстарымен сағындырмас бізді, я. Менше сендер ерте жоспарлап отырған сияқтысыңдар. Ал емтихан тапсыра алмай қалса ше. Ой, мен жәшейін айта салдым ғой. Қайлайлым. Сенің ойының таусылмайды екен. Ойынан өрт шығады. Құдеге қорқпаңыз. Ол емтиханды ойдағыдай тапсырып шығады. Мына біз ұйымдастырған дайындықтан кейін керек десең докторлық дәрежеңде қорғап шығады. Иә. Біле білсеңіз, біздің жанұямызда бәрі шетінен ақылды. Иә. Менің ағам Жан Темірдің әкесі генерал атағын алған. Ал Жанел болса, бірдей бөлімнің бастығы. Құдай қаласа, Жан Темір бүгін заңгерлікке түседі. Ал мен... Тек сізге келіп табиғат демалыс алған екен ғой. Бәрі ақылды, орнынан тұрамай атылды. Қайлайлым. Не тұрмай, ал сіздерге келгенде табиғат мүлдем өшіп қалған ғой, ұйықтап. Мам, Жанболат аға қоңырау шалды. Женге тосын сый жасайым деп бүгін кешке келем дейді. Өлі, ол кім тағы? Жанболат, Жан Темірдің әкесі. Маған бір құпия айтты. Жанның оқуға түскен үшін бүгін кешке көлік кілтін сыйлайым дейді. Оқуға түскен үшін көлік? Иә. Ал егер түсе мақасаш? Сіздің аузын бір жақсы шығам, ха? Ондай жайында мүлдем ойламайшы. Білесіз ба, менің ағам Жанболат өте қатал адам. Егер оған бірде біреу қарсы шықса, быт-шытын шығарады ғой. Ол сондай ол. Арда сенің жайы бар, құрбақаның да байы бар. Қайлайдым. Жерге қойыңызшы. Жан! Кім дейді? Не болды бәріңе? Қалай? Тапсырдың ба? Жоқ дегенің не? Оқуға түспедің бе? Бесіңе бауырым, сен менің өмірімді өзгерттің. Керек емес нәрселердің бәрін лақтырып тастап жаңа болсаққа дайынмын. Мұның бәрі сенің арқаң. Менің арқам? Не деп тұрмын мынау? Тағы не білдірдің? Білесіңдер ме? Мен емтихан тапсыруға бара жатқанда көп ойландым. Бір кездерде Жан! Осылай айтын, Жан! Тоқта! Дұрыстап ойланып көр. Сен бірдеңені дұрыс демей жатсың деп өзім айттым. Содан? Сосын Ербол аға есіме түсті. Осы, Ербол, сен мамандығың бойынша инженер мұнайшысың. Ал өзің дүкенде істейсің, күзетші. Айтшы, сен бақыттысың ба? Мүмкін не болып қалды? Мәселе бақыт жоғары білімде емес деген сөз. Тоқта! Сен мені есіңе алып,
сөйтіп ойландың да? Бірақ университетке барып емтиханды тапсырдың, е? Иә. Солай ғой. Сен әзілдеп тұрсың, қалжыңдап тұрсың. Мен универге кірдім де. Иә, сосын. Құжаттарымды да алып шықтым. Мен ешқайда түспейтін болдым. Рэп ол қаралардың әні, және бұл менің таңдауым. Барлығына пейс. Пейс деген неге сөзі? Кім ол? Бейбітшілік. Мен айтым ғой, түспейді осы ол. Әрине, енді әкесінің бізге рахмет айтпайтыны анық. Енді біздің не кінәміз бар? Барлығын жасадық. Емтиханға қолын жеткізіп апардық қой. Сен оның әкесінің кім екенін білесің. Иә, военкоматтың басшысы. Не болатынын ұғып тұрған шығарсың. Ұғып тұрмын. Саған сеніп ұлын Астанаға жіберді. Сені арқа сүйер болады деп ойлады. Ал сен не істедің? Иә. Не істедім? Баласын құрттың. Ай, тоқтаңыздаршы. Мен жазығым не? Мен оны емтиханға дайындадым. Сен бәріне кінәлсің. Тілің жағыңа сен құрттың. Өзің есер соқсың. Ініме де жұқтырдың. Енді кім білген оны? Біз тек өлең жаздық, бар болғаны сол. Тоқтаңыздаршы. Мүмкін әкесіне бәріміз ауырып қалдық деп, үйде карантин деп есік ашпасақ қайтеді? Дұрыс. Тура айтты. Райханның қуырдағын жеп, шын қалдық дейміз. Сен ет деп ойлайсыздар ма? Әскери адам сенбейді. Әрине. Осы ештеңені жасырмай. Теле айтсақ не болады? Иә. Ұлы не бәрі 17-те? Иә. Ары келсе белдіктің астына алар, күнделікті ақшасын қысқартар. Ал менің болса шашымды тықырлап алып, әскерге алып кетеді. Ешкімді ешқайда апармайды. Өзі кінәлі. Есер соғылын өсірген. Соның басын тықырбас қылып алсын. Дәл қазір. Менің өзім-ақ оның шашын тықырлап тұрып алып тастар. Тоқтаңдар. Менде бір ой бар. Бітті. Біз аман қалдық. Джен, егер сен дәл қазір жиналатын болсан, онда біз үлгіреміз. Ол жерде емтихан деген мүлдем жоқ. Құжаттарыңды барсаң болды, оқуға түстім деп ойлаймын. Емтихансыз? Ол ғана мамандық. Аяқ заң ба? Аспаз? Иә. Астана қаласы бойынша нөмірі 6-шы аспаздық колледжі. Қалай? Дұрыс айтасың. Жақсы мамандық. Қаланың қызына үйленсең, қарның тоқ жүретін аш болмайсың. Айттым ғой мен сендерге. Ешқайда бармаймын. Менің өмірім рас. Мен тәуелсіз өнерпаз боламын. Аласы ол жігіттің орны емес. Арсеке бізден ер бол барады. Жанболатаға келген кезде оны өмір бақи гауптығақта күтіп тұр. Я. Тыныштан дәші. Болды, шешілді. Мен ешқайда бармаймын. Жантемір, сен әкеңнің даусын соңғы рет қашан естідің, а? Мен сенің әкеңмен телефон арқылы сөйлескен кезде тура рапорт бердім деп тұрады. Сен оны білесің ба? Өлі! Қорқатын адамыңыз бар екен ғой. Енді. Ол ма? Қорқпаймын. Ол көп болса 1-2 айға үйге тұтқындап тастайды. Әрбір рэпер түрменің несін сезу керек. Мен еш нәрсе білмеймін. Менің түрмеге барғым келмейді. Оқуға түсесің, болды. Иә. Сөз аяқталды.
алғашқы рет қонақ күткендей болдық қой. Сондықтан тамақтың бәрін өзім жасаймын. Жасайман? Иә. Одан да дайын тамақ сатып аламын, немесе апаларға істетемін десеңші. Сонда не, мен тамақ жасай алмайды деп ойлайсың ба? Әрине жасай аласың, кейбір тамақтарды. Бірақ қуырылған жұмыртқамен күткен ұят болар. Көресің, осыдан кешке бар ғой, дастарханның бәрін өзім жайнатып жіберейін. Айналайын, сүтің тасып кетті. Сүтті, ойбай! Қайдағы сүт? Заманның ақырында арықтағы су тартылар, қарап тұрған жігітке қыз артылар. Құмырсқаның жалқауы жоқ, түлкінің аңқауы жоқ, ай-ай. Ой, бала, бері қара, оқуға түсамай қалдым ғой, бұл жарамайды-ау. Шашың тара, қасыма келіп отыр, көзіме қара. Ей, баланың ісі шалла деген, түріне қарасаң әжептәуір бала екен. Енді ауылға барасың, бір жаман тракторды аласың, кеш батқаннан таң атқанша жер жыртып қаласың. Амангелді аға, сіз қазақтың дәл Стив Стайлер екенсіз. Жай ғана, о не салың. Біріңе ұрып бере аласыз ба? Ұрайын. Мен кезінде радиоға таң атқанша серенада айтқанмын. Енді міне қолымнан келмей қалды. Не болды аға сонша майсың? Сіз де ойнай аласыз ба? Ойнаймыз. Керемет! Бұл Айрынбидің жаңа ағымы. Бұл аспапқа сөз жазуда қиын болмас. Американы ашқандай, біздің ата-бабамыз домбыраға шертіп отырып өлең жазған. Ата-бабамыз ақылды болған екен. Ал ойнап көріңіз. Білім алудың мәні жоқ, заңгер болғанша күзетші болам. Домбырамен ән айтып, ұлы рэпер Амангелді ағам. Йоу! Амангелді аға, домбыра шертіп маған үйретіңізші? Үйретейін, несі бар? Шолғанын ұстайсың былай. Былай. Оң қолымен бет-бетіп отырасың. Ана саусақты басып жоқ. Ал, бастайық. Өмір бойы ойладым, сен үшін тоймадым, әнейім. Ал. Мам. Бол, осы сен профессорсың ба? Кімсің өзі? Проректор бола алмадың. Тым құрса бір көмегің тисін де? Бірден ойлап тап, жаның барыңды. Білмеймін, мен сұрағанды жек көремін. Ал сен сұра. Жеңіл, өнеркәсіп, технолога деген көп. Инженерден еш айырмашылық жоқ сияқты. Хабарласып көр. Ол дегеніміз технолог, модельер. Модельер ол киім тігетін адам. Иә, бірақ менің ағам оның мұндай маман болуын қабылдамайтын сияқты. Не үшін? Қаланың тамақ әзірлей алмайтын, еш нәрсе білмейтін қызын алса, өзінің өзі киімін жамап отырады. Алло. Қалайсың бауырым? Үйшің аман ба? Иә, маған көмектесе аласың ба? Ой, бір салақтық азаматты оқуға түсіруге көмектесуің керек еді.
Жоқ, күйеу бала емес. Оқуға сылақта болсын, неге бірден Ербол деп қояды? Неге де? Адам жинамаған факультетке емтихансыз қабылдайды? Ол қандай мамандық? Гидрометролог? Несі бар? Жақсы мамандық, керемет, тамаша. Онда сол баланы саған жіберейін. Иә. Рахмет сәке. Рахмет. Міне, жанұямызда гидрометролог пайда болды. Метеоролог деген не ол? Апа, ол ауа райын зерттейтіндер ғой? Иә. Ұятына, иә. Құдағы, не сүйет ол? Не сүйет? Анау теледидарда жылмиып жүрген қыздар ауа райы сияқты айтатын ба? Еркектің жұмысы емес қой енді ол. Мен айтқандай мына аспаз болғаным дұрыс. Апа, теледидардың оған қатысы жоқ. Олар ауа райын болжайды. Мүлдем басқа мамандық. Иә? Соғанда институтқа оқытады екен ау, әлі? Оқытады? Біздің ауылда екінің бірі болжап береді. Аяғың қақсаса, болып жаңбыр. Аяғың қақсамаса, күн ашық. Ой, осында мамандық иесі дейді екен. Бос сөз. Бұл жетер енді. Әңгімені әрмен қарай өрбітуге уақыт жоқ. Мен барып, рэпперге жиналсын деп айтайын. Бар. Көке, Жантемір өзінде ме? Ол 1 сағат бұрын шықты ғой. Қалайша, қайда кетті? Білмейм, киініп, домбыраны алып кетіп қалды. Жантемірдің әкесі. Есікті ашпай қойса қайтесіз? Үйде болған жоқпыз деп айта саламыз. Екі сағат бұрын сол кісімен телефонмен сөйлестік. Мүмкін, емтиханнан әрі келген жоқпыз. Мүмкін өзім үшін естесе. Мәселенің дұрыс нұсқасы осы. Жүр. Біз айтып қойдық қой. Ұлым институтқа түсіп қойды деп. Біз ұйықтап қалдық дейік. Иә, ондай да болуы мүмкін ғой. Шаршап қалдық дейміз, дұрыс айтасың. Әжемнің емтиханына дайындалып бәріміз ұйықтап қалдық дейік. Есіктің қоңырауын естуіміз. Ай! Бұнаранда, сыбырларыңды естіп тұрмын. Ей, бүгімей! Есіктен жоқ кетті деп айта салшы. Бұл мен, Жанболат, Жантемірдің әкесі. Ашыңдар! Барлығыңа бір сәлем. Ассамын. Иә, қайда менің әлгі? Есен соғым? Оның репі менің мүлжемді. Шашын өзім-ақ баяғы тып-та қырғып сыпырып тастайтын ем. Шешесі. Аузыңды аштырмай, бір сөз сөйлетпей. Әскер оның орнына қояды. Мейлі ұнасын, ұнамасын, мен оны мынандай еркек қып шығарам. Баяғыда әскерге жіберетінен 18-ге толмай қорқылды ғой. Сарбаз, оның емтиханы қашан бітеді? Білмеймін, Жанболат аға. Қазір келіп қалу керек. Еміне, кем бүлетеға. Генерал полковник жолдас демейсің бе? Иә, генерал полковник жолдас. Білмеймін. Заңгерді жаман қызмет емес. Бірақ әскериден төмендеу. Дұрыс. Сарбаз, естуімше сен менің баламмен бірге
дайындалды дейді ғой, рас па? Иә, бәріміз дайындалғанбыз. Немене? Иә. Дәл солай демейсің бе? Дәл солай. Генерал полковник жолдас. Бәріміз дайындалғанбыз. Жарайсың. Өзің бұлай кішкене есер соқтау болғанменен, менің ана есер соғымның миына бірдеңе жеткізген сияқтысың. Кезексіз, өшкірі. Қалжың! Жантемір ме? Ашуға рұқсат едіңіз. Генерал полковник жолдас. Рұқсат, аш! Құт болады. Егер де осыдан тіпті 4 алып көрсін. Мен оны тірідей. Сәлем, фадер. О, құлыным менің. О, қоңыр қозым менің. Артыңдағы не бәле? Бәле емес ол, домбыра. Автомат емес екенін көріп тұрмын. Түстің ба? Түсім. Жарайсың. Саған деген сыйым сасын. Бірақ сен ойлаған жер емес. Басқа жер. Қабылдау комиссиясының алдында не ойнағанды көрсетейін бе? Ойнаған? Ойнаған ес. Ой, бұл заманда емтиханда домбыра ойнайды дегенде естісем неғылмайсың. Дәл солай. Қазір елбасымыздың өзі домбыраны жақсы көреді. Мемлекет қызметке тұру үшін домбыра шерте білу керек. Солай де? Иә. Яғни менің Астанаға келмегеніме біраз болған сияқты. Әке, ойнап көрейін бе? Керек жоқ. Сен мен түсінбейтінді білгем. Таңдамды құптамайтынға еш мән болған жоқ. Ал ән, ол менің жан дүниемнің бөлігі. Түсінбедім. Сен мұнымен не айтқың келіп тұр? Ал әннің бұл жерде қандай қатысы бар? Мен консерваторияға түстім. Домбыра сыныбына. Және бұл менің таңдауым. Немене? Бәрі, кім бұл? Мен. Кешіріңіз, мен басқа біреу екен деп. Жақсы. Құт болады. Жетім. Жақсы. Шақыр кәді. Кім? Штабқа. Кеттім. Сенімен мен кейін сөйлесем. Ал Аманаға, домбыра үшін сізге үлкен рахмет. Ал жадем. Сау бол. Сағынатын болдық қой сен. Мен сағынам. Тамақ алуды ұмытпа. Жатақханада қай бір тамақ бар дейсің? Аспаз бол дедім. Намадың. Жүреді қарның ашып. Разия ештеңе етпеді, ештеңе етпеді. Қарны ашса осында келіп тамақтанып тұрады, е жаным. Жоқ. Тамақты өзіміз жатақханаға алып барамыз. Ал жарайды бауырым. Ағайын, саған үлкен рахмет. Сен болмаса қазір заңды зерттеп, пісіп отырар едің. Оқасы жоқ.
Бәрі жақсы бол. Хабарласып тұр. Ал, балам, келе ғой. Ой, алып қана кетейін. Ой, мүмкін бір реп ойнап бересің. Ербол, кетірек фестивальге қалай қарайсың? Ал, кет. Кет. Ал баста. Мен сені бишара деп жүрген алайда өмірімді өзгертіп жібердің, енді көмегіңе құрметтеп қараймын, бірақ бәрібір осалсың өкінішке орай, иә. Макар, мына жұдырықты көрдің бе? Ал, болдыр енді. Амнау, саған, естелікке. Ой, жарадың. Домбыра сынығына енді ол маған керек жоқ. Менің домбырам бар. Жарайды. Жақсы. Жақсы жаным. Хабарласып тұр, Рахмет.